Всем привет, достар! Өздерің көріп тұрғандай сендермен бірге Гонжа, Асимон және де Улпи ендеше кеттік. Алдымен отты жағып алу үшін ағаш жаруды бастап кеттік біз. Так, Асимон екеуміз мында екі ағашты жарып жатырмыз. Но енді простой балта болған үшін енді ағашты көп ұру керек. Улпи уже біздің қасымызда уже қояндарды атуды бастап кетіпті ма. Қолындағы автоматын қарасаңдаршы, достар. Неткен күшті автомат еді мынау деген. Атасын піскен нетшесін рахат қоя. Құдайдың рахат қой, мынандайды мағанда алып алу керек екен. Так, достар, енді кеттік. Міне екінші ағашымызды жарып болдық. Барлығын салып алайық. Барлығын болғанда біреу семей қалды. Ну, ладно, енді ұстап апара береміз осылай. Так, отымызды жағып алдық. Карта үлкейді. Так. Тағы да қазір ағаштарды жинайтын боламыз. О, мұнда фонар бар екен. Фонарды да алып алайық. Міндетті түрде керек болады. Так, мұнда тағы да ағашты жарып жатырмын. Қазір бізде карта жоқ қой, карта жасап алуымыз керек. Міне так, ағашымыз дайын болды. Жинап алып барлығын тез карта дайындап алайық. Ой, мына растенияны салып алыппын ғой, сразу ағаштарды жинап алайын. Қазір оны егіп кете салатын боламыз осылай. Өте жақын маңайда тұрса, өзімізге де жақсы деген сияқты ғой енді. Так, ендеше көп созбай картамызды жасап алайық. Картамды қойып кетейін. Так, картаны сатып алдым. Так. Енді мына картаны қайда қойсам екен? Так, міне осы жерге қояйын. Не, қалай достар? Нормально тұрма деп қоясың ғой, сөйтсе қойғаны бір карта дейсің ғой. Ну, ладно, қазір заттардың барлығын көбейтетін боламыз. Енді кеттік. О, мынау Улпидің дайындап кеткен еттері ғой бағана. Так, мында Асимон мен Улпи да жүрген сияқты. Так, мында не болып жатыр екен? О, көмір. Так, не бар екен? Мында сандық бар екен. Не шығады екен деп қоясың ғой. Так, ух ты, Асимон, рахмет. Әне, сестренкалармен ойнасаң осындай болады ғой, достар. Бандаж берді, ендеше салып аламыз. Құтқаратын болсам, керек болып қалар. Так. Не бар екен? О, сұрағаның алдыңнан іздемей табылар деген болып тұр ғой, достар. Мен бағана қоянның аяғын алып, оны сатушыға беріп, ну, солай мешокты қашан алам деп жүрген едім. Міне алдымнан шықты. Ендеше так, кеттік. Мында қыздар қайда кетті? Так, мында Улпи шықты, баланы құтқарып жатқан сияқты. Так, қасқырлар жоқ па? Тістеп алып жүрмесін. Так, жоқ. Барлық шаруаны бітіріп кетіпті общем. Асимон да кетіп бара жатыр. Так, мында не бар екен? Сандықты ашып көрейік. О, Аси, рахмет, тағы да маған. Көрдіңдер ғой, достар? Хороший топорды лақтырып кетті дейін жатырмын ғой. Беріп кетті общем. Старый фонарик менде бар. Маған керек емес. Так, бұны лақтырып кете салайық. Орнына қойып кеттік деп қоясың ғой. Так, мына Асимон берген хороший топорды мен алып алдым. Не деген дәмді еттер деп жеп алайық. Дайын еттерді. Так, өте дәмді екен. Рахат қоя, достар, айтындар, мынау деген атасын мынандай піскен ет дайын тұрады. Құдайдың рахаты. Так, ендеше кеттік. Қыздар мында жақтан көрінбейді. Ендеше мына жерде не бар екен, есікті ашып көрейік. Так, старый радио, давай. Қазір бірдеңе жасасақ керек болып қалар. Алып алайық. Ане, достар, көріп тұрғандарындай бізде екінші күн басталды. Так, қыздарды мында көрмей тұрмын. Айтпақшы, достар, мына обнованы кім ойнап көрді? Комментарияға міндетті түрде жаза кетсеңдер, не өзгерістер болды, не болып жатыр, не істеп жатыр деген сияқты, не істеу керек дегендей. Комментарияда сендердің жауаптарыңды оқып көретін боламын. Мен әлі бұл обнованы ойнап көрген жоқпын. Өте қызық болып тұр. Так, мында жарылған отындарды алып кете салайық. Так, не дегенмен бәрібір енді мешогымызға сияды ғой. Осы ана культистер келмей тұрып, бір ана жерге бір афка базама бірдеңе жасап алу керек еді, қорғанатын. Так, бүгін бізде үшінші күн. Может, олар келем дегенше үлгеріп қалармыз. Үлгермесек бірдеңесі бола жатар, я. Мұнда сатушы келіп қойыпты. Қазір тым батпай тұрып тезірек қоянның аяғын апарып берейік.
не дегенмен сатушыны пайдаланып міне бірінші қоянды атқаннан ақ маған кроличная нога түсті. Тагенше кеттік тез барып сатушы ағайдан бірдеңе сатып алайық. Ей, сатушы ағай, ой, мазамды ала бермеңдер деп. Осы сатушы пастен наңғарандар, мә достар, менімен ойнап жүр ма, не істеп жүр? Так, мында менде хорошо топор бар. Так, не револьверді таңдай салдым. Так, достар, ырымын жасап, общем, мына жерде екінші баланы қарап қоя салайын дедім. 600 метр жерде дейді. Так, менің достарым деп қоясың ғой. Так, картада екеуі бір жерде бір-бірін қуалап жүр ма? Әйтеуір бірдеңе істеп жатыр, бірдеңе білдіріп жатыр, общем, олар. Так, мында көмірді ала кетейін. Мә, достар, так, түн жақындап жатыр. Мен екеуін қарап жере салайын, қайда екен? Мүлдем алыс жақта жүрген, анау Жанартау жақ па, сол жақтарда жүрген сияқты ғой. Достар, айтпақшы, осы мына гүлдерді терсе не болады? Бұлмен не істеуге болады, не істейді? Оны да комментарияға жаза кетсеңдер. Әйтеуір, мына жерде көп болып тұрғасын, мен алшы деп жинап ала салдым. Так, мында отындарды алып кете салайын. Не дегенмен мешогым кішкене болса да үлкендеу. Так, мында не бар екен? Так, отты жақты дейді. Карта үлкен. Ай, достар, осы қасқырдың бір жүрмейтін жері жоқ қой, я. Артына жағаласын. Мәссаған, керек болса, қасқырдан адам өзі құтыламай атса, мында артына боғы еріп келатыр ғой, қалмай. Мында қазір әппақ анау қасқыр ма, солар алдынан атып, ай, тістеп үлгеріп жатыр, достар. Ой, өкінішке орай осылай болып қалды. Ендеше мен қазір кім құтқарады екен? Достар, Асидің жүрген жүрісін қараңдар. Мені құтқаруға келіп еді, қасыма бұғы артынан қуалап кетті. Так, таң атты. Аси, неге келдім деп жатқан шығар. Міне, достар, мен общем Асимон емдеп алды. Так, өзі кетіп бара жатыр. Так, заттарымызды жинап алайық. Бізде 5 күн болды. Так, заттардың барлығын салып алайын. Мешок, так, Аси не беріп кетті? Қызық, адский мешок. Рахмет деп жатырмын ғой, достар, жаңағы. Так, мына мешокта 20 зат сияды екен, достар. Көрдіңдер ғой, достар, общем, сестренкалармен, сестралармен ойнасаңдар, өйстіп сендерге барлық қолына түскеннің бәрін сендерге береді екен ғой. Алдарыңа тосады екен ғой, тәте, міне тәте деп. Так, ендеше кеттік. Мында қасқырлар көйіп кетті ма? Не болып кетті? Айналып өтейік. Құрсын ағайындар, айналайындар. Жаңа ғана өзім қасқырмен бұғыдан енді ғана тірілген жайым бар. Так, ұлпиға бара жатырмын мен, достар. Картаны неғып ашып жатырмын деп қоясың ғой. Тура жүре берсем алдымнан шығады екен. Так, ұлпиға бара жатырмын. Мә, достар, айтпайсыңдар ма? Менің хыпым деген вообще азайып кетті ғой. Менің хыпы туралы вообще ұмытып кетіппін. Так, мында сәбіздерді жеп алайын, жолай. Жүзімдерді жеп алайын. Қазір ұлпиға барып тұрып, қасына барып тұрып, өзің өліп қалсаң ба? Так, мына жүзімдерді жеп алайын. Неткен тәтті жүзімдер жеп қойсың ғой, бір кішкене. Так, не бар екен тағда? Тез қыпыны толтыратын бір заттар болса, я. Алдында бір осы асқабақтар болушы еді ғой. Бір асқабақты жесең рахат қой, қыпың сразу толып кетеді. Достар, в общем, ұлпи міне Жанартау жақта екен. Так, достар, қызық, ұлпи неге жанып жатыр? Мүлдем түсінбей тұрмын. Так, заттарын салып алайын. Өзін де салып аламын қазір. Бірақ қызық, достар, мен түсінбей тұрмын. Неге мынандай бір от шығып жатыр ма? Не болып жатыр деп қойсын. Так, барлығын салып алайын. Ендеше кеттік. База жаққа қарай барамыз, достар. Қазір Аси болса, Асидан бандаж сұрап көреміз. Болмаса, тапқанша енді жүре тұрамыз. Ұлпиді демалдырамыз деп қоясың ғой. Так, мына гүлдерді жинап ала салайын. Көп боп, күшті боп жатыр екен. Жоқ, енді қараңдаршы, достар, мынау не қылған асырап деп қоясың ғой. Үшім еттер қалып кетті. В общем, достар, мен база қарай келдім. Ұлпиді байлықтарымен бірге алып келдім. Мында барлығын шығарайық.
Ұлпи барлығын жинап алған екен. Менің де жиғандарым бар шығар ошым арасында. Так, менің хыпым аз екен. Хыпымды көбейтіп алайық, достар. Қазір біз сырт жаққа қарай аттанатын боламыз деп қоясың ғой. Так, достар, мына жерде Ұлпидің байлықтарының ішінде не бар екен? Отқа салатынды отқа салайық, жағып жіберейік. Так, верстакқа салатынды верстакқа саламыз қазір. Так, мында мешокқа салатынды мешокқа саламыз. Так, міне мешокқа салып алдық. Енді қазір қалған заттарды ушым верстакқа апарып салатын боламыз. Болған сияқты осымен. Мен жай жүрмейін деп, мында лутать етіп жүрмін. Так, мында сандықта не шығатынын білмеймін, бірақ келдім. Мында так хороший топор бар екен, бірақ менде бар. Бұл енді өкінішке керек емес деп лақтырып жібере салайық. Так, мына сандықтың ішінде не бар екен? Бір ішінен күшті бір зат шыға қалса ғой, чик еткізіп. Ну ладно, енді бензин шықты. Бензин ба, не деп айтады, үшім отқа жағамыз керек болады. Так, культисттер келеді екен, достар. Так, осында жасырынып тұрсам бекен, не істесем екен, қалай ойлайсыңдар? Немесе база жаққа қарай барайын ба? Болмаса неге мен барым керек, достар, культисттарға? Одан да бізді күтсін. Даусын қалай күшті жасап қойған дейсің ғой. Так, мына жерде ошым культистар сендерге келе жатыр, базаларыңа келе жатыр, сақ болыңдар дейді. Бірақ база жақта біздің енді Ұлпи ғана бар. Ой, мына бұғы менің артынан бір қалмайды екен, бір оңашада бір өзімше бір қыдыра қойын десем. Асимон келді. Тәте, жүріңіз. Мен сізге қазір қызық бір күшті іш пысырмайтын бір нәрсе көрсетем деп жатқан сияқты. Примерно білмеймін не айта алмай жатқаны. Мына чатты жауып тастағалы ушым ештеңе жаза алмайтын болдық. Енді өйстіп ымсыз дымсыз ойнап отыратын болдық. Так, маған бірдеңе айта алмай жүрген сияқты, бірақ өздерің бағана көрдіңдер ғой, мен бұғы мен қасқыр екеуі бірде қалай қуғанын, сондықтан мен осының ішінде тұра берсем ба деп шешімге келсем ба деп тұрмын, достар. Қалай ойлайсыңдар деп па? Ойнап айтам, достар. Ошым қазір хороший топорымды алып, ой, түсіп қалған сияқты. Ну ладно. Ай, достар, мында еще қасқыр да кіріп кеткен ғой. Қасқыр мен бұғы, мен ошым екеуі бірдей артымнан қолайтын сияқты. Олай фонарды жағып жүрейін. Ал, достар, ендіше қазір тілеп отырыңдар, ақ жол болсын деп қойыңдар. Бағанағыдай бұғы мен қасқыр қайтадан жетіп келмесін. Әйтеуір бір жақын маңайда бұғы жүр. Білмеймін, бірақ қайда жүр екенін. Ошым, достар, бағанағы келген культистер ғой, бұлар 6-7 күндер келді ғой. Бізді 2 күн бойы осы жерде күтіп жүр екен. Достар, міне бізде 9-шы түн болып жатыр. Так, қазір алдымнан бұғы мен қасқыр бағанағыдай дейін деп жатсам. Ема, достар, Рам мырза оянып жатыр. Ошым, Рам мырза деп құрметтеп қоясың ғой. Ема, алдымнан шықпаса жақсы болар еді осы. Достар, айтып үлгермейінше уже мынау Рам мырза ашуланып жатыр. Ошымен, фонар жақтың деп жатқан сияқты ғой. Ема, достар, ошым, не қылды мынау? Мені қағам деп өзі ағашқа тіреліп қалды ма? Или ошым, әйтеуір сол жерде тоқтап қалды. Мында достарым дейінсем, достарым жоқ екен. Олар не істеп жатыр екен? Мүмкін қазір келіп қалар. Так, мына жақтан қарай салайық. Тәте, біз кендік, амансың ба? Қыздар, үйтіп нетпесеңдерші, бармын ғой деп. Тәте, сен аман бош, әйтпесе бандаж қалмады бізде. Ошым маған жегізіп жібере салды ғой, достар, жеп қалдым. Өзімше мақтанып тұрсам болмай қалды. Ендіше біз Ұлпи екеуміз мына жақтарға келдік. Kızlar, da tamah palma.
Осы жаққа қайтадан келіп қалған жайымыз бар. Так, мұнда не бар екен? Бұлардың бір тыққан-пыққандары болса, бір алып кетпедік пе, достар? Так, мына гүлді ала салдық. Жалғыз қап қоймасын деп. Так, мұнда не бар екен? Достар, мұнаны адам ба деп қойғансың ғой, сөйтіп. Так, мұнда не бар екен? Менікінде пушка ғана бар екен, басқа ештеңке көріп тұрған жоқпын. Мына қасқырды осылай жерге ұйықтата салайық. Так, мына етті жеп алсақ, не дегенмен менің хпым азайып бара жатыр. Так, достар, өшін бізде қазір түн жақындап жатыр екен. Осы жерде тұрсам ба деген ойым бар дейін деп тұрсам, артымның барлығы толған қасқырлар мен өшім культистар екен. Жарайды, ендеше ештеңе етпес. Достар, өшім осымен осы жерден барлығы біткен сияқты. Мейірімді жан бар ма екен деп картадан қарап қоясың ғой, бір мені құтқаруға келе жатқан біреулер бар ма екен деп. Ладно, енді осы жерде не болса да осы жерде жата берейін деп тұрмыз. Ештеңе етпейді емес, ештеңе етеді екен, достар. Өшім, менің қатерімді қайталамаңдар. Міне, рам өшім біреудің артынан қолайын деп жатыр еді, болмай қалды. Өшім бізде таң атып кетті. Достар, өшім мені құтқаруға біреу келе жатыр. Кім екен? Міне Ұлпита келіп қалды, мені құтқарып жатыр. Рахмет, рахмет. Так, мына пушка менде бар, өшім. Достар, ойын қалай болып жатыр, қалай өтіп жатыр, комментарияға жаза кетіңдер. Сендердің барлық комментарияларыңды, лайктарыңды көретін боламын. Ендеше так, мұнда айттым ғой, өте қызық бір нәрселер болғалы жатыр. Ендеше мына заттардың барлығын салып алып, біз базамызға оралатын боламыз. Достар, осымен біздің бүгінгі ойынымыз аяқталды. Егерде осы ойынның жалғасын күтетін болсаңдар, комментарийде сендерді күтемін. Екінші бөлім деп жаза кетіңдер, лүпілдеріңді аямай басыңдар. Ендеше всем пока-пока.